Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұрат Мөңкеұлы Сарыарқа толғауы. Оқу мақсаты композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Балалар, тәуелсіз Қазақстан, біз бұл күнге қалай жеттік? Қанекей, осы сұрақ төңірегінде ойымызды ортаға топтастырайықшы. Әрине, балалар, біз тәуелсіздікке оңай жеткен жоқпыз. Бұл қаншама ғасырлардан бері біздің ата-бабамыздың армандаған асыл мұраты еді. Сол мұратқа біз 20 ғасырдың соңында қол жеткіздік. Ендеше балалар, тәуелсіздік тәу етер жалғыз киеміз. Тәуелсіздіктің қадірін білуіміз керек, тәуелсіздікті сақтауымыз керек, ұрпақтан ұрпаққа аманат етіп тапсыруымыз керек. Балалар, осы бүгінгі тақырып Мұрат Мөңкеұлының Сарыарқа өлеңі тәуелсіздікті аңсаған халықтың асыл арманынан туған жыр. Мұрат Мөңкеұлы біз өткен сабақтарда айттық, зар заман ақындарына жатады. Неге зар заман екенін деп, оның алдыңғы сабақтарда атап өткен болатындығымыз. Зар заман ақындары жырлаған тақырыптар: салт сананың бұзылуы, билер мен әкімдердің парақорлығы, тұрмыстың нашарлауы, мал санының азаюы, қоныстың таралуы, жерден айырылу. Міне балалар, зар заман ақындары осы тақырыптар төңірегінде өз шығармаларын арнады. Соның бірі Мұрат Мөңкеұлының Сарыарқа шығармасы. Жер, балалар, біздің ең қымбат, ең асыл ата-бабамыздан қалған байлығымыз. Жерден айырылсақ, біз барлық құндылықтардан айырыламыз. Мұрат Мөңкеұлы өмір сүрген заманда жерден айырылу, жер мәселесі үлкен мәселе болған еді. Міне, қазақтың әрбір бір сүйем жерін, ұлтарақтай ғана жерің болса да, осы жер үшін күрес, жер үшін болған айқастар, жер үшін болған тарихи оқиғалар сол заманда өмір сүрген ақындарды бей-жай қалдырмады. Бір сүйем жер үшін, ұлтарақтай жер үшін, тағы да айтамын балалар, біздің ата-бабаларымыз атқа қонған. Міне, ақындар өз жырларына арқау еткен болатын. Жалпы Мұрат Мөңкеұлының біз өткен сабақтарда үш қиян шығармасын өткенде өмірі мен шығармашылығымен танысып едік. Тағы да еске түсірейік: Мұрат ақын, өнер білімге құштар, зар заман өкілі, 1843 жылы Атырауда туған, айтыскер және шежіресі болған. Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығы: Қарасай Қази, Қазтуған, Шәлгез жырлары, Әттең бір қапы дүние-ай, Жалғаншы пәни жалғанды, Топқа түскендегі толғау шығармалары, Үш қиян, Сарыарқа толғаулары шығармаларында ел мен жер тағдыры, салт дәстүр, өмір мен өлім, адалдық пен аярлық мәселелері көтеріледі. Балалар, жаңа біз Сарыарқа толғауымен оқып таныстық. Енді осы Сарыарқа толғауындағы жер су аттарын, шығармадағы ру аттарын, шығармадағы кісі аттарын мына кестеге толтырайық. Толғаудағы жер су аттарын картадан көрсетіңіз. Енді бүгінгі сабағымызды бас бармақ әдісі бойынша қорытындылайық. Пікірлеріңізді комментарийға жазып қалдырыңыздар. Балалар, сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға
көптен көп рахмет.